басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен таза Қазақстан эко акциясы қабылданған болатын. Сол эко акцияға сәйкес жасыл аймақ апталығы бүгіннен бастап алды. Сол іс-шараға біз де өзіміздің үлесіміз қосайық деп Түркістан қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі өз мекемеміздің алдына гүлдер отырғызып, қаламыздың көркіне кішкене болса үлесімізді қосып жатырмыз. Барлық түркістандықтарды өзінің үйінің алдына, мекемесінің алдына мекен еткен аумақтарда көгалдандыруға, көріктендіруге, осылай гүлдер егуге, ағаш отырғызуға шақырамыз.